Ассалаумағалейкум YouTube көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода мен сіздерге ачешті қалай семірту керектігін жайлы айтатын боламын. Видео бастамастан бұрын арнаға жазылып отырсаңыздар деп едім. Осының алдында түсірілген видеолар болмай тұрып, менің ачештерім осы жерде бір айдан астам тұрған болатын. Бір айдан астам тұрды. Енді осы бір айда менде қандай нәтиже болды десеңіздер, нәтижені видеоға мен түсірген жоқпын, себебі мен бұларды сатуға қоятын болам. Сіздер де өздеріңіздің қажеттеріңізге қарай өсірсеңіздер болады. Өйстіп ачештерді сатуға немесе қысқа жеуге өсірсеңіздер болады. Енді бұны қалай өсіреміз дейтін болсақ, бірінші ачештің тұратын жері осындай жылы болу керек. Ачеш бордақлағын байлағанда, сосын кейін су, жем жақсы болу керек. Су 2 литр суға 1 қасық қант қосып береміз. 4 литр суға 2 қасық қант. Соны араластырып ачештерімізге күніне 3 уақыт ауыстырып беріп отырамыз. Себебі ачештер өзара төгіліскенде суларын төгіп тастайды немесе лайлап тастайды. Әрдайым свежий, таза су болу қажет. Сол кезде ачештеріңіз жақсы өсіп, масса набирать етеді. Енді жеміне тоқталатын болсақ, қандай жем алса дұрыс дейді. Негізі для бройлеров жем алған дұрыс. Ачешке сол кезде ачеш упитанный дәу болып шығады. Для бройлеров килограмм 240 теңге тұрады. Бізде осы для бройлеров алып ачештеріңіз семіртсеңіздер болады. Мысалы битсе болады, мен өзім үйістікем. 2 килограмм для бройлеров алып, сосын кейін 3 килограмм жүгері алып, соны екеуін араластырып, ачештеріңізге күннен 500-600 граммнан беріп отырсаңыздар. Мысалы ачештің басына бізде күнне ачеш байланып тұрғанда 200 грамм жем жеу керек. Бір ачеш сол кезде жақсы өсетін болады. Сонда есептегесек, сіз 3 ачеш алатын болсаңыз, сізде күнне 600 грамм ачешіңіз жем жеу керек. Осылай мен осының алдыңғы жылы 4 ачеш семірткен болатынмын. Қысқа осы алдыңғы видеоларды көре кетсеңіздер, менің қыста түсірген видеоларым бар. Осы видеоларымды көрсеңіздер, менің ачештерім бәрі дәу-дәу болған. Соларды мен 4 ачешті қысқа сойған болатынмын. Салмағына келетін болсақ, олардың салмақтары 3 ачештікі 1-де 900, 1-де 800, а 1 ачештікі 2-де примерно 2 болды. Таза ет. Ал бұлай өздерінің салмақтары үшеуінің салмағы 3 килограмм 200 болды, біреусінің салмағы 3 килограмм 450 ма 400 болды. Примерно сондай болды, дәу. Енді сол ачеш жалпы байлауда түк қиындығы жоқ. Өте оңай. Ачешті өсіруде, жалпы бұны байлауда, семіртуде өте оңай. Мен сіздерге бәрін түсіндірген болдым деп ойлаймын. Видео сіздерге қажетті болып жатса, осы видеода өзіңізге керек мағлұм мәлімет алсаңыз, арнаға жазылып, видеоны қолдап кетсеңіздер деп едім. Сіздер үшін 5 секунд, мен үшін кәдімгідей талпыныс, мотивация. Онда сау саламатта жүзгенше, тауықтарыңыз дәу болсын, аман болсын, сау болсын, байлық болсын.